Мына Шавкаттың жекпе-жегін көре алмай шатырым ашылып отыр, кәдімгідей ренжіп отырмын да. Заманында мына Головкиннің жекпе-жектерін тікелей эфирден таласып көрсеткен отандық телеарналардың қаны қазақ, жаны қазақ, тілі қазақ Шавкат Рахмоновқа келгендер кежегелер киір тарт, көпшілігінен киірсейіп, бірде-бір отандық телеарна соның жекпе-жегін тікелей эфирден көрсетпеген емес. Қазақты көрсетпейтін, қазақ бюджетіне ақшасына ашылған ондай каналдар бізге немене керек өзі? Өз чемпионымыздың маңызды ойынның осындай чемпиондық шешілетін бір төбелесті көрсете алмаған Казспорт алдында бір Ресейдің РПЛ Рубин Кеспет сондай бір футболный ойындарын көрсетіп отыр еді. Жекпе-жек негіз бүгін таңғы сағат 8-де деп еді. Қазір мыңдаған қазақ қана емес, өзбек, қырғыз ағайындар шығарып тұрып Шавкатты қайдан көреміз деп көрінген сайттарды ақтарып жатыр. Олимпиад па өңшек букмекерлер бірдеңкелерге ақша төлесін көрсетеді дейді. Сонда мына сраный букмекерлер сатып алған эфирде білде Казспорт ала алмай қалған ба не? Бір облыс деңгейіндегі канал емес, республикалық каналы, ондай сорлы канал немене керек бізге жалпы? Тфия. Едер көріп отырсыңдар ма? Қай жерден көріп отырсыңдар? Айтшы, жазшы. Желтоқсанда бізді ешкім жеңе алмаған. Жарайсың Шавкат. 19-шы жеңісің құтты болсын. Рахмет бауырым. Тақымды сен үшін барынша қыстық. Бүкіл қазақ болып. Мына менің өзім, сен мына жағдайға түсіп қалған кезде өзім қылқынып қала жаздап отырғансың мына жердеші. Не болса да шықтың мықты кесің. Рахмет. Мына бізге өте үлкен мына Қазақстан еліне тәуелсіздік күні мерекесіне орай үлкен сый болды. Рахмет саған. Айтпақшы бізге осындай көрсетіп тұратын бір жер керек екен. Әйтпесе өмірі тіркелмеген Олимпиадке тіркеліп алғансың ғой. Жалпы келесі төбелестерде, басқа да біреулердің төбелестерінде өзім барып отырмасам комментатор бол. Былайшы, төбелестің болатысынан болғаны қызық дегендей. Алдындағыда ет шығыс болмас еге. Жоқ, мыналардың көз жанып бір-бірін жейін деп тұр. Ішім сезіп тұр, бүгін түрі жаман төбелес болады сияқты. Ой, бұл ананың қолы мынаның санынан жуан екен. Не жегіскі не өзі? Түрі де өрт сөндіргенде. Қош, не болса да көрейік. Ал басталды. Ал. Шыға сала тепті, керемет. Анауың ақша тепсе де мынауың шыбын шаққан құрлы көрмеді. Мынауың жүндей. Құдай шатастырып бір-екі рет жағынан сипап ет, мынау жағын алып қолына ұстатып жібере жаздады. Не де болса да жағы істемей қалды ана байқұсты. Біздікінің еттері екен, не болса да қасқағым сәтті пайдаланып аяқпен бастан кигізген қарамайсың. Ауылда төбелесіп өскені білініп тұр. Түлеңді бергір. Ұста, жалмас қылынды, міне. Қарсыласы маңдаймен жер сүзіп оңбай қадалды. Анау соны пайдаланып тақымға баспақшы. Мәссаған партер. Бағанағанан бой ұзын мұнанғы қысқа сияқты еді. Алаңда теңесіп кетті ме қалай өзі, не болды? Еркек, ана мөңкейіп жатыр, жіберме, ойбай, ұрсаш, айғайрап тұрсың бана. Ой, сенен ойым, сен болсаң, өзі мұнаған пойыз керек па, жоқ па өзі? Жын соққандай тұрған ес, міне жігет, қылтадан теуіп сұлата салды. Түсімей қалдық қой, дегенмен айғыр, енді тұрғызба, ұр дейм, ұрш, өтіне қой жеш, ұста, жуан қолынан бер тарт, қайыр, біреудің қолына аяйсың ба, сылдыр асал әкесің, сылдыр, жегіс жарайсың, еркек, деп осылай отырайын. Кәне, осындай комментатор керек па? Егер комментатор керек болатын болса, келесі жол Шавкаттың төбелесіне өзім барайын. Спонсор болам дегендер болса, жекеме жазыңдар. Ал, жеңіс құтты болсын ағайын, бар болыңдар.